Сәлем достар, біз бүгін Pinduoduo сайтынан келген заттарыма распаковка жасаймыз. Менің YouTube каналым дамытам деп әртүрлі заттарға заказ берген болатынмын. Соны бір көріп шығамыз. Алдымен осындай пышақ заказ беріппін. Өзім ұмытып қалдым даже не бергенімді. Енді көріп жатырмын. Осы пышақ салат турауға, фрей сондайға жақсы екен. Және келесі затымызды көрейік. Бұл дейтін лопатка да. Силиконовый лопатка өте қажетті қазіргі дүниелердің бірі. Әрбір әйелдің асханасында, ас үйінде болу керек. Менде бар басқа түрі, осы түріне заказ берген болатынмын, разнообразие болу үшін. Одан кейінгісі бізде қазір көреміз не екенін. Так, бұл бізде май, яғни сұйық май құятын осындай ыдысымыз. Яғни сұйық майды құясыз да сеуіп жүріп тамағыңызды пісіріп жібересіздер ғой. Өте керемет дәмді тамақтар жасайтын боласыздар. Не керемет ыдыс, өзіме ұнады. Качестволары, сапалары өте керемет болып келді маған. Мынау енді пицца кесетін, яғни пицца пісіргенде бөліктерге бөлетін пышақ. Мынау бұл бізде так не болуы мүмкін. Бұл бізде жемістерді жууға немесе күріш жууға арналған осындай пластмасс ыдысымыз. Өте удобный, осындай керек зат екен. Келесі затымыз бізде чипсы, яғни бұл дейтін қазіргі таңда балық, кез келген заттарды қуырған кезде өте керек дүние. Немесе ыстық тамақтың қасына ұсынсаңыздар да керек зат. Өте ұнады маған, сапасы да көз қуанарлықтай екен. Келесі затымыз бізде қазір көресіздер, міне өзіме ең ұнаған заттарымның бірі. Сапасы деген сөз жоқ. Осындай әртүрлі мерниктер, өлшейтін осындай қасықтар десем де, ожау десем де болады бұны. Әртүрлі размерінде. Сапасы өте керемет болып келген екен. Өзіме ұнады. Әртүрлі видео рецептер түскен кезде пайдаланатын боламын бұйырса. Мынау дейтін кекс пісіретін силиконовый ыдысымыз. Бірақ бұл кішкентай болып келген сияқты. Или осындай бола ма білмеймін енді. Пісіріп көруге болады. Келесі ыдысымыз қазір ашып көрсетемін. Бұл да бір керек пайдалы дүниелердің бірі. Арнайы тапсырыс берген болатынмын. Бұл бізде соусница. Сапасы да өте керемет. Әдемі екен, маған өте ұнады. Келесі затымызды ашып көрсетейін. Бұл бізде осындай терка, яғни сарымсақ, кез келген тамақты өткізсеңіздер өте керек пайдалы дүниелердің бірі. Бұл бізде сушиді жаңағы орауға арналған осындай бамбуковый ағашымыз. Өте керемет, арнайы тапсырыс берген болатынмын. Бұл бізде лимонадтарды құюға арналған ыдыс. Және келесі соңғы ыдысымыз. Бұл менде жоқтар пісіруге арналған осындай формочкалар. Осындай форма көптен бері алғым келіп жүрген, көңілімнен шықты, ұнады, сапасы керемет, бағасы да қолжетімді болды. Осындай заттарға тапсырыс берген болатынмын, маған ұнады. Бұйырса менің видеоларымнан көретін боласыздар. Сіздерге ұнаса комментарий қалдырып кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Каналымды дамыту бірінші мақсатым болып тұр. Қазіргі таңда жақсы видеолар түсіруге тырысып жүрмін. Сіздерде қолдауларыңызды көрсетіп кетсеңіздер, көп рахметімді айтатын боламын.